Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызда еритін жұмсақ әрі дәмді творогты сочниктерді дайындаймыз. Қамыры үгілмелі, салмасы өте нәзік болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, үстіне қантын салып, енді бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, венчикпен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді оның үстіне сметанамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаның үстіне електен өткізіп алған ұнымызға бір шай қасығы қамыр қопсытқышымызды қосып, араластырып, осылай бірінші қасықпен араластырып, кейін қолымызбен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Неге қамырымыз осылай болып шығады, енді мешокқа салып, холодильникке 15-20 минутқа салқындатып аламыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін творогқа үстіне қантымызды салып, сметанамызды және жұмыртқаның ақ уысын, бір ас қасық жүгері крахмалын қосып, қасықпен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Жаңа холодильниктен алған қамырымызды алдымен осылай қолымызбен июн қандырып жайып аламыз. Қолымызбен осылай жайып шығамыз. Одан кейін оқтаумен жайып аламыз. Қамырымызды қатты жұқа емес етіп жайып алдық. Енді кез келген осындай пішінмен немесе кесемен дөңгелек пішінді етіп кесіп аламыз. Біртіндеп алып, қолымызбен жұқалап жайып шығамыз. Енді үстіне қатты толтырмай салмамыздан салып аламыз. Жан-жағын шығып кетпеу үшін осылай бекітіп аламыз. Барлық қамырымызды да дәл солай алдымен қолымызбен жұқалап жайып алып, салмасын көптеу емес етіп, орта жағына қойып, жан-жағындағы шетін жабыстырып шығамыз. Енді табамызға біртіндеп қойып шығамыз. Барлығын дайындап алдық. Енді үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің сочниктеріміз әдемі болып пісіп шықты. Суығаннан кейін тәлкеге салып, әдемілік үшін бетіне сахарный пудрадан осылай сепіп шықсаңыздар болады. Мінекей осымен біздің дәмді әрі жұмсақ творогты сочниктеріміз дайын. Шаймен бірге керемет үйлеседі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.